Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 59-шы сабақ. Сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бүгінгі сабақта сөйлемдегі сөздердің байланысын табасыңдар. Тірек сөздердің көмегімен мәтін құрастырасыңдар. 38-ші жаттығу мәтін тақырыбы бойынша оның мазмұнын болжап көр. Қияндағы ұя. Қияндағы деген сөз биіктегі деген мағынаны береді. Ал ұяны құстар салады. Демек, биік жерге ұя салған құстар туралы білетін боламыз. Қос құранның бұл шатқалда екі жерде ұясы бар. Бірі жоғарыда, бірі төменіректе. Екеуі де адам аяғы жетпейтін құлшар таста. Кей бүркіттерде мұндай ұя саны бұдан да көп болады. Бұл да жайдан жай емес. Ұрпағын аман сақтап қалудың бір амалы. Бір ұядан қауіптенген сезсе, екінші ұяға барып, балапан басады. Балалар, мәтін не туралы? Дұрыс айтасыңдар, мәтін ұя туралы. Мәтіндегі негізгі ойды анықтаңдар. Мәтіндегі негізгі ой, қияндағы үйді не үшін салатынын білдік. Әрбір құс өз ұрпағын аман сақтап қалу үшін ұясын бірнеше түрін салады екен. Бұл шатқалда қос қыранның екі ұясы бар сөйлемін көшіріп жазып, ондағы сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Қайда? Бұл шатқалда. Қанша қыранның? Қос қыранның. Неше ұясы? Екі ұясы. Несі бар? Ұясы бар. Қайда? Бар. Шатқалда бар. 39-шы жаттығуда берілген тірек сөздерді пайдаланып, қысқы ойын тақырыбына әңгіме құрап көрейік. Қысқы ойын. Қыс келді. Қалың қар жауды. Қыс мезгілінің ерекше көрінісі қысқы ойындар. Қысқы ойындар өте қызықты. Бірі шанамен сырғанап, бірі аққала жасап, құмарлары қанғанша ойнайды. Қысты асыға күтуіміздің тағы бір себебі жаңа жыл мерекесі. Әсіресе бүлдіршіндер Аяз атадан сыйлық алғанды жақсы көреді. Қуанышы мен қызығы мол қыс мезгілін өте жақсы көремін. 40-шы жаттығуда сөйлемдерді қатессіз көшіріп жаз. Сөйлемдегі сөздердің байланысын тап. Бірінші сөйлемді оқиын. Қоршаған орта біздің ортақ үйіміз. Қандай орта? Қоршаған орта. Кімнің үйі? Біздің үйіміз. Қандай үйіміз? Ортақ үйіміз. Оны таза сақтау керек. Қалай сақтау керек? Таза сақтау керек. Не істеу керек? Сақтау керек. Нені сақтау керек? Оны сақтау керек. Кез келген жерге қоқыс тастама. Қай жерге? Кез келген жерге. Қайда тастама? Жерге тастама. Не тастама? Қоқыс тастама.